Жақсы, қайырлы кеш достар. Біздер 16 сұраққа жеттік. Алла сен осы 5 сұрақтан кейін қазақстан тарихынан тест қабылдауды аяқталады, иә. 314 жылы Стипджапқа жол жасаған араб қолбасшысы. Стипджап енді қазіргі Сайрам қаласы. Сайрам енді бізде Шымкентте, білесіздер ғой, Түркістан облысы. Қазір аты өзгеріп кеткен екен ғой, иә. Түркістан облысында Сайрам ауданындағы ауыл, яғни Сайрам ауылдық округ орталығы. Қазіргі кезеңдегі жер ол. Ал енді бізге негізі керек тарихы, яғни 314 жылы болған сол жердегі араб қолбасшысы жаулап алған араб қолбасшысының есімі керек. Жалпы енді 1929 жылы артельге біріктіріліп, 1980 Ленин атындағы көкөніс ұжымшарының орталығы болды, яғни негізгі ауыл шаруашылығы орталығы болып есептелген. Оның негізінде бірнеше жауапкершілікті шаруашылықтар ұйымдастырылған, иә, шектеліп серіктестіктер. Тарихи деректер Сайрам, Стипджап, яғни оңтүстік қазақстанның орта ғасырда қалған ірі қалалардың бірі болған. Қазіргі Сайрам ауылының оңтүстік батысында, Шымкент қаласынан 12 километр жерде. Сайрам жайлы алғашқы деректі Мұхаммед Қашқари Дулат жазыңыздар енді. Біздерге көбіне осы Махмуд Қашқари еңбектерінен келеді ғой. Диван-ы-Лұғат ат-Түрк еңбегін келсе, Сайрам, яғни кейін Стипджап деп аталатын ақ қаланың аты деген, иә. 15-18 ғасырларда қазақ хандықтар кезінде Сайрам ірі сауда орталығы болған, дін орталығы болып есептелген. Одан кейін жалпы біздерге қазір керекті дүние міне мына жерден басталады. 714 жылы араб әскерінің қолбасшысы Кутайба Шаш, қазіргі Ташкент қаласын алғаннан кейін Стипджапқа үлкен жорық жасады, яғни араб әскерінің қолбасшысы Кутайба деген осы ғана маңызды біздерге қазір сұрақ. Бірақ бұл төңіректе елдің күшті арқасында көп ұзамай кейін жеңілді. Стипджапты өз резиденциясына айналдырмақшы болған араб қолбасшысының жоспары жүзеге аспады, яғни толыққан жолдай алмады. 9 ғасырдың басында Стипджап хандық мемлекетінің құрамына енді 840 жылы қарлық көсем және Стипджап басшысы Білгенқұл Қадырхан Қаған атағын алды дейді. Бірақ сол жылы Стипджап Орта Азиядағы саманилер шабуылына ұшыраған болатын. Саманилермен болған шайқаста Білгенқұл Қадырхан қаза табады. Мұнан кейін мемлекет билігінің оны екі ұлы таласты. Яғни бұл история өз алдына, бірақ негізгі біздің сұрағымыз жауап тауып тұр. 7-ші ғасырда Орта Азияға арабтар келген кезде бұл қала гүлденіп тұрған еді. Яғни біз айтқан кезде біздер білеміз ғой, ислам діні 7-ші ғасырда пайда болды. Содан кейін бүкіл әлемге таратқызған арабтар. Сол уақытта Қазақстан жеріне жеткен болатын. Демек, Кутайба ибн Муслим дұрыс жауап.